Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте тез дайындалатын салатты ұсынып отырмын. Салаттың состав бір бағымен екі түрлі әрлейміз. Егер де салаттың рецепті сіздерге ұнап жатса, пікірлеріңізді қалдырып, коммент жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізде салат жасау үшін қайнатылған алған жұмыртқа, піскен ет, огурцы, капуста, картоп, сәбіз керек қайнатылған, горох керек, кукуруза керек, консервный. Енді осылардың бәрін салым қылып турап аламыз. Сәбізін турадым, етін турадым, картоп, капусталар турап, енді бәдірен турап жатырмын. Бәрін салым қылып турап, осыларды тәрелкеге орналастырамыз. Картоп, капуста, жұмыртқамды салып қойғам, енді ет салып жатырмын. Мен екі тәрелкеге жасап көрсетем, өйткені бетін кейін екі түрлі көргенде қайсы жақсы шығатын, соны салыстырып көреміз. Огурцым салам, кукурузамды салам. Біріншіне осылай майонезді ортасына қоямыз да, үстіне горохты қоям. Бірінші түрін осылай қылдым. Екіншісін бірінші горохты қоям да, ортасына. Майонезді үстіне жіңішкелеп жүргізетін болам. Достар, бұл салаттың біріншінде берген дұрыс па, екіншінде осылай берген дұрыс па, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Жіңішкелеп құйып шығамыз. Екеуінде составы бір, екі тәрелкенің де жасалу жолы да бір, бірақ бетін майонезбен осылай екі түрлі қылып әрледім. Міне бұлай болып көрінеді көрінісі. Ал біріншіміз мынау. Бұрынғы французский салаттарға ұқсайды, бірақ ішінде менде қызылша жоқ, қуырылған картофельный фри жоқ. Менде осындай вариантпен жасап көрдім. Егер де сіздерге осылай жасаған рецепттерім ұнап жатса, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.